Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде екінші сабақ буын тасымал. Буынның ережесі. Сөзде қанша дауысты болса, сонша буын болады. Мысалға, ана, екі дауысты бар, а. Яғни екі буын бар деген сөз. Сонда байқағанымыз жалғыз әріп, дауысты әріп бір буын бола береді екен. Болақ. Бұл жерде дауысты бірінші буында о, екінші буында а. Екі дауысты бар, екі буын бар. Қауырсын. Қанша дауысты бар? А. Үш дауысты бар, үш буын бар. Осы орайда у әрпін көбісі шатастырып жатады. Қауырсын деп те буынға бөліп жатады. Ол дұрыс емес. Бұның арнайы ережесі бар. И, у әріптері екі дауыстының ортасында келсе, яғни екі дауыстының ортасында келді. Әріпі алдында а бар, артында а бар. Әріпі. И әріпі алдында а, артында да екі дауыстының ортасында тұр. У әріпінде де алдыңғы а, артынан кеп тұр, екі дауыстың ортасында тұр. Осындай екі дауыстың ортасында келген жағдайда екінші буынның басына жазылады. Міне, жаңа екінші буынның басында тұр. Қайық екінші буынның басында тұр. Бауырсақ екінші буынның басында тұр. Сол сияқты жаңа қауырсында да екінші буынның басында тұр. Алдынан а, артынан кеп тұрғандықтан. Көрдіңдер ғой? Осыны есте сақтаймыз. Ал тасымал дегеніміз не? Тасымал жазу жолына сыймай қалған сөзді біз буынға бөліп тасымалдаймыз. Мынау жазу жолы деп есептейміз. Мына жерден бүйтіп жазып келе жатып, біз дәптердің аяқ жағына келген кезде ол сөзді сыйғыза алмай қаламыз. Мына жерде жол бар дәптердің. Сыйғыза алмаған жағдайда біз ол жерге мысалға ана деген сөзді жазатын болсақ, на тасымалдасақ бүйтіп, жалғыз әріп на. Жалғыз әріп не істелмейді? Тасымалданбайды. Буын бола береді дауысты әріп, бірақ тасымалданбайды. Бұл дұрыс емес. Екі немесе одан да көп әріптерден кейін барып тасымалданады. Мысалға, бауырсақ болса, онда ба екінші жолға орсақ боп кете береді. Осыны мұқият тыңдаңдар. Жалғыз әріп жолдың бірінші жолдың аяғында да болмайды, және екінші жолдың басына да шықпайды. Осыны есте сақтаңдар. Енді мен сендерге осы буын мен тасымалға арналған видео сабақ көрсетемін. Томнан хат келді. Не жазыпты? Сәлем, Алан және Дана. Қал, жағдайларың қалай? Демалыстарың қалай өтіп жатыр? Астанада ауа райы қандай? Ауылға бардыңдар ма? Мен ата-анама сендер туралы айттым. Олар маған жазғы демалыста Қазақстанға баруыма рұқсат берді. Көріскенше, Том. Алан аға, Том, ауа, ауыл, ата және олар деген сөздерді дұрыс тасымалдамапты. Дұрыс айтасың. Ол аны жолдың соңына қалдырып, уыл деген буынды келесі жолға шығарыпты. А буынын неге жолдың бойында қалдыруға болмайды? Өйткені бұл буын жалғыз дауысты дыбыстан құралып тұр. Жалғыз дауысты дыбыстан құралған буынды жол соңында қалдырып, тасымалдауға болмайды. Том бұл сөздерді буынға дұрыс бөлген, бірақ дұрыс тасымалдамаған ғой. Ол, уа, та деген сөздерде екі буын бар. Иә, сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Дауысты дыбыс жеке өзі буын құрай алады.
Мысалы, әкке, ана, ақын, емен. Осы сөздердегі ә, а, дыбыстары жеке буын құрап тұр. Бірақ бұл сөздерді тура осылай буынға бөлгендей тасымалдауға болмайды. Дана, мен саған сөздер айтам. Сен оларды бірінші буынға бөл, одан соң дұрыс тасымалын айт. Мысалы, ойыншық, етікші, арыстан, инелік, орындық, ірімшік. Ойыншық, ойыншық, етікші, етікші, инелік, инелік, орындық, орындық, арыстан, арыстан, ірімшік, ірімшік. Жақсы, Дана. Буынмен тасымалды жақсы түсініпсің. Енді Томның хатына жауап қайтарайық. Сәлем, Том. Біздің хал жағдайымыз жақсы. Ауылдан жақында оралдық. Бізде ауа райы тамаша. Өзіңде басқа қандай жаңалықтар бар? Астанаға келуіңді асыға күтеміз. Ата-анаңа бізден сәлем айт. Сәлеммен Алан және Дана.